Әлкей Марғұлан әдебиет әлемінде деген дөңгелек үстел өткізейік деп жатырмыз, иә? Аңыз бойынша Қорқыттың жанында оның қарындасының да несі күмбезі болған. Үйдің жабдықтарын, кілемдер, мынандай киіз үйдің жабдықтары ғой міне. Әлкей Марғұлан бала кезінде Қобыланды, Алпамыс, Көроғлы, Қозыкөрпеш, Баян Сұлу секілді үлкен дастандарды жаққа білген. Материал мен қазіргі материал. Біріншісі ол Баян Сұлу, екіншісі ол сіңілісі Айғыз. Сұлулықты ең жақсы түсінетін екі халық бар. Бұл француз және қазақ халқы деп айтқаны есімде. Марғұлан қорқыттанушы болған. Әлкей деген ғалым ғой, тұлға болып таңылды, еліне деген еңбегі жақсы атын қалдырды.